тағылым идеясын анықталғаны керек, және көркем шамадан кейіпкерлер табиғи теңіз әрекеті арқылы образын аша аламыз. Барлығымыз сабаққа дайындаламыз. Бөлінген бойынша топқа бөліндік, жалпы әрбір топтан бір топбаштан сайлаймыз. Және де мынандай сіздерге барлығыңа бағалау парағын береміз. Сабаққа белсенді қатысып, осы жұлдыздарды белгілеп, аты жөндерін жазып баға бересіңдер. Сабақтың соңында осыған қарап бағалау парағы арқылы бағалаймыз. Енді бірінші тапсырмаға назар аударсақ, бордың әдісі арқылы сендерге сұрақтар беріледі, әрбір топқа сұрақтар беріледі және соған жауап беру арқылы бір балдан қосылады. Бірінші топтан қанеке яш таңдаймыз. Медина 60 яш. Әкесінің мақсаты қандай болды? Қыздардың әкесінің мақсаты ол егер ертегіде оқыса, ол кезде әкесі қыздарға нағыз әже қандай болатынын туралы айтып берген болады. Тағы бір яш таңдасақ. Бірінші топтан. Жетінші яш. Нұрдәулет Ақыш қай жылы дүниеге келді? Ал енді екінші топтан Нұғман. Яшы таңдасақ. Бесінші яш. Нағыз әже қайда дүниеге шығармасы? Келесі тағы бір яш таңдаймыз. Nağız Ece. Rayhan мен Аяның анасының есімі кім? Ya dürüst abi. Azat kızların nağız ajeni көрсету үшін кімнің үйіне апарады? Азат нағыз қызға нағыз әжені көрсету үшін өзінің досының үйіне апарды. Ал оның есімі кім? Тоқтар? Кімнің үйіне апарады? Azat қандай ертегілерді қыздарына айтып берді? Қандай ертегілерді айтып берді? Бірінші топтан Ая кімнің тәрбиесінде болды? Ата-анасының тәрбиесінде болды, иә? Сендер бір яшықтан тесіңдер. Екінші яшықтан. Азаттың ойындағы нағыз әже бейнесі қандай? Азаттың ойындағы нағыз әже бейнесі ол өзінің әжесі болып тұрған. Кимешек киген, ұшық үйрі отырады, бос отырсады, іс тауып алады. Өте мейірімді, сыпайы жан болған. Тапсырма беріледі. Бұған 3 минут уақыт беріледі. Сол тапсырманы көптен бірігіп орындаймыз және тақташылық көрсетеміз.
kiyimshik keyin sipayli, meyrimli, aqlli, yumshoq. Zamonaviy, meyrimli, uyali telefonni istaydi. Mening ajamning binosi qanday? O'ramon kiygan, uyda жұмысты жасайды. Мінезі мейірімді, aqlli, іс-әрекеті, көмектеседі, ерінбейді. Басқа шығармалардағы әжелердің бейнесі қандай? Сыртқы киімді, киім кию мәнері. Киімі кимешек киген, ұзын көйлек киген. Мінезі мейірімді, aqlli, іс-әрекеті, тоқаштар пісіреді және немересін еркелетеді. Молодец, керемет жұмыс. Оқиғаның басталуы әкесі Азат Райхан мен оның қыздарына ертегі айтып беруінен басталатын болатын. Оқиғаның байланысы әкесінің қыздарға сұраққа жауап беру, ал ол сұрақ нағыз әже қандай деген сұрақ болады. Оқиғаның байланысы бұл жерде ең бастысы, бұл жерде нағыз әже қандай деген сұрақ. Оқиғаның шиеленісуі, жұлдыз балаға баруы. Ол әкесі нағыз әже қандай екенін өз досына балаларда барды. Оқиғаның жаңғыртау шегі, бабушканың қандай екенін білу, өйткені ол заманауи бабушка болған. Оқиғаның аяқталуы, нағыз әже екенін қызы күні. Молодец, керемет. Күнделік әдісі. Кейіпкерлердің Ая мен Райханның қонаққа барғанға дейінгі көңіл-күйлері. Олардың көңіл-күйі жақсы болды. Себебі олар әжесі оларға ертегі айтып береді деп ойлаған. Олар әжесі басқашылап елестеткен. Олар жолдасының үйіне барғанға дейін көңілі жақсы және қуанышты болған. Кейіпкерлердің қонақтан қайтқан кезіндегі көңіл-күйлерінің өзгеруі себебі жазды. Сосын жаман себебі оларға ұрысты. Оларды әженің мазасын алмасын деп ұрысты. Ал кейін олар сол заманауи әжені көргеннен соң олар сенбеді. Керемет. Тұжырымдалық әдісі арқылы әңгімедегі әже бейнесі туралы қорытынды пікіріңізді білдіріп, сіздің хабарлама жазыңыз. Шығарма аты бұл нағыз әже қайдан. Кейіпкерлер Азат, Райхан, Ая, жолдасы, бабушкасы және балқасы. Оқиға желісі Азаттың нағыз әженің қандай болатынын айтуы. Бұл оқиғада нағыз әжені суреттелген. Тиімді ой, сенде не сыйлау не баруың бар? Қазіргі заманмен байланысты. Қазіргі заманда әже заманауи болса, бұрынғы заманда әже балаларға қарай көмешек ет және ертегі береді. Бұл әркім жеке жұмыс жасайды, тоқта бұл кинометафора деп аталады сіздерге. Қазір Аса әжем атты видеороликті қосып берем. Сол арқылы әркім өзінің Аса әжем тақырыбында қысқаша шығарма жазады. Оған 3 минут уақыт беріледі, тезірек жазамыз. Әркім жеке жұмыс тәртіппен жазамыз.
Asıl acı öyle yerinde. Benim acım asıl adam. Yükkeni o kısım bana yakın adam. Acıların kuşağı hiç kimse kuşağını almasını almaydı. Asıl acı öte ileri şeyden. Her adama öte şey sormaydı. Benim acım kelime. Benim acım yine yetmiyor. Ya da rası koyardı. Öte kamplardan boşlanıyor. Asıl acı zilin hoca jaksı. Bu o şey sabına halıya çeba da gelmedi. Jarikında asıl acı olsun ama adam. Biz bazımız acılarda savunup sürükleriz. Acı kandır da olsa da o acı. Asıl acı adam tabiinin acı. Asıl acı olsun bu ortayız. Adam yerinde akılda gelecek konuşu canı şey gibi. Asıl acı yemin yerinde taşan canlıda bulmadığın adam. Acımızda kommunikasyonlar gerekiriz, acılarımız gerekiriz. Ana, biz özgürlük getsek de, kartayıp getsek de bizim esimizde acımız var. Bizim esimizde asıl acı var. Bizim acımızda yaşamımız salıştıramayız. Yunanca asıl acı bizim milletin mirimizde acı degen asıl can. Neydi acı degen her daim bizi kapor şeklimizi tamaklandıran adam. Kelime. Her birimiz tedbirge, yeni oyuncular şarmadan basit ideyadi, bu sınav zece paylaşılmasından ideyasını, şeyde sebebi ben onu kolay düşündürüyemez ol, algan ideyani, halay özlerini düşündüresini, öz oylarını, şeyde şey söyleyince onun yazına farklı misallarını derdi alalım, yani özlerini derdi tedbiresini sol şarmadan. Al, böyle söyleyince, özlerinin korkunda oylarını kazanız. Жалпы 4 сөйлем жазамыз. Тезірді. Үлгі 4 алдарында нағыз әже қайда шығармасы арқылы. Тезірді. Асайының бақ çektiğinde Болды. Benim oyunca çıkanlarda bastı ideya bu ajenin basında oramal bol kajet demeyince yüzdeki okul kajet деп ойлаймын. Себебі менің бұлай түсінемін. Менің әжем заманауи әже. Ол бұрынғы әжелерге ұқсамайды. Себебі ол маған ешқашан ертегі оқымаған. Оны мен нағашым мысалдармен дәлелдей аламын. Осы ертегіде қыздар нағыз әжені таба алмай жүр. Осыған байланысты мен мынандай шешімге келдім. Әжеміз ертегі оқымаса да, орамал тақпаса да, біз әжені қадірлейміз. Менің ойымша басқа идея әжені құрметтеу. Себебі біз әжені құрметпен қарау керекпіз. Оны мына фактілер мысалдармен дәлелдей аламын. Себебі олар бізді аялап, бізге мейірімді болатын адам. Осыған байланысты мен мынадай ақпараттан шешімге келдім. Біз әжелерді ренжітпей құрметтеу керекпіз. Мен ойымша шығарманың басында ол нағыз әжені көрсетіп сыйлау керектігін. Себебі мен оны былай түсіндірем, өйткені нағыз әже барлықта емес. Оны мына фактілермен, мысалдармен дәлелдей аламын. Өйткені қазір заманауи әже бар. Осыған байланысты мен мынандай қорытынды шешімге келемін. Сендерде бар соны істеймін. Менің ойымша шығармадағы басты идея ол нағыз әжені табу. Мен оны былай түсіндіремін. Ата біз баланың нағыз әжені тапқысы келді. Оны мына фактілермен, мысалдармен дәлелдей аламын. Неге адам қалай тапқысы келгенде таба алмадым оның ойынша. Осыған байланысты мен мынадай шешімге келдім. Заманауи әже болса да әлде бұрынғы әже
былай түсіндіремін. Осы қыздарда әжесі жоқ. Оларға әкесі ертегілер айтып береді. Ал қыздар әжесін көрмеген. Әжелер болмағандықтан олар әжесін қадірін көргісі келеді. Мен оны мына факторлермен дәлелдей аламын. Қыздар әжесі болмағандықтан олар шын әжені көргісі келіп, әкесіне қайта сұрай береді. Осыған байланысты мен мынандай қорытынды шешуге келдім. Әжені барлығы қадірлеу керек. Менің ойымша шығармадағы басты идея үлкендерді сыйлау. Себебі біз үлкендерді сыйламасақ, бізді кім тәрбиелейді? Оны мынау фактормен дәлелдей аламын. Айымен Райхан әжесінің мазасын алып, ертегіні айтып беріңізші дегенде оларды ұрысты. Қорқынды біздің тәрбиешіміз ата әже, әке, ана. Менің ойымша шығармадағы басты идея бұл нағыз әженің қандай екенін сипаттау. Себебі мен оны солай түсіндіремін. Біз мына шығармада біз әженің заманауи екенін білеміз. Фактілер әже бізге әрқашан бізді әрқашан мақтайды және еркелейді. Фактілер әже ойын осылай. Менің ойымша шығармадағы басты идея ол нағыз әжені балаға көрсету. Себебі мен оны былай сөйлеймін. Себебі нағыз әже балаға оған болашағына мүмкін. Оны мына факторлермен, мысалдармен дәлелдей аламын. Қазіргі заманауи адамдар өз әжесін сағынып, эмоцияға батып кетуі мүмкін. Осыған байланысты мен мынадай қорытынды шешуге келдім. Оны мына факторлермен, мысалдармен дәлелдей аламын. Әже қандай болса да оны жақсы көру керек. Осыған байланысты мен адам қандай болса да заманауи бүгінгі сабағымызды қорытындыласақ, білім поштасы арқылы әрбіреуімізге мысалы сабақта сендерге не ұнады? Егер маған деген сұрақтарың болса, егер сабақта қоятын бір мысалы маған сабақта мынау ұнады, мынау нәрсе ұнамады, осындай әдіс-тәсілдер қосыңыз деген өздеріңнің өтініштерің болса, алып келіп мына білім поштасына жазамыз, бәріміз саламыз. Аты жөнімізді жазамыз. Үстінде оқушының аты жөні деп тұр, сол жерге жазамыз. Әркім өз деп саламыз деп қабылдады. Маған бәрі ұнады сабақ. Медина. Біріншіліктен сенің. Оқыген сабақ. Маған бүгінгі сабақ ұнады. Бүгінгі тапсырма өте қызықты болды. Маған асыл әже туралы тапсырмалар әсіресе қатты ұнады. Осы сабақ өте қызықты болды. Сабақ күшті өтті, бірақ ойын қосып келеді. Өйткені үш сабаққа белсенді қатысқандарың үшін соған сендерге мадақтау ретінде әрбіріне бір тізме смайлик. И там что-то
seni maqtan tutamiz bularni. Sen danışpansın. Sen Sen kurs bilimga jaraysan Rayana. Sen bugun shandasan sabaqda. Sen o'zi tanishsan. Bari keldi bari. Yerşandan buldum sol. Senin tablosuna olmaydı. Sen neredeyim buradayım neredeyim? Sabahda. Tangentdagi suratlarni sarqilib, o'sini og'zaki qayta chiqarmasi bo'yicha suratlarni aytib kelamiz. Rasmi? Uyga topshirma. Bugun sabaqqa 5 yil qattiqqanlar rahmat. Sog' bo'linglar.